Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың математика сабағы, 55-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 1-ші тапсырмадан 7-ші тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Құрметті оқырмандар, канал сіздерге пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. 1-ші тапсырманы қарайық. Бізде өзіңді тексер, яғни қайталау тапсырмалары. Бұл жерде 2 сандарды рим цифрларымен жаздық. 2, 4, 5, 8 цифрларын біздер рим цифрымен жазып көрсетуіміз керек. Ал ә бөлігінде өрнектердің мәні рим цифрларымен жаздайды. 2 мен 5-ің қосындысы 7-ге тең. 9 мен 5-ің айырмасы, 11 мен 5-ің айырмасы 6-ға тең. 9 мен 3-ің айырмасы 6-ға тең деп рим цифрымен жауаптарын көрсетіп қоямыз. Келесі 2-ші тапсырмада ұзындықтың өлшем бірліктерін кішісінен бастап, массының өлшем бірліктерін ірісінен бастап, уақыттың өлшем бірліктерін үлкенінен бастап жазу керекпіз дейді. Ұзындықтың өлшем бірліктері миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр болып көбейе береді. Ал массы тонна, центнер, килограмм, грамм болып кішірейеді екен. Жыл, ай, апта, тәулік, сағат, минут, секунд болып, яғни ірісінен бастап, үлкенінен бастап жаздық. Келесі тапсырмаға қарайық. Бізде бір тексті шамалардың бірліктерін топта дейді. Тәулік, литр, метр, апта, центнер, минут, сантиметр, сағат, дециметр, килограмм, жыл екен. Ұзындықтың өлшем бірліктері бұл жерде сантиметр, дециметр, метр берілген екен. Массының өлшем бірліктері центнер, килограмм тұр. Уақыттың өлшем бірліктерінен жыл, апта, тәулік, сағат, минут тұр екен. Ал сыйымдылықтың өлшем бірліктерінен литр тұр екен. Келесі тапсырмаға көшейік. Салыстыр дейді. 2 жыл бізде артық 22 айдан, 4 сағатымыз кем 2 сағат пен 3 сағаттың қосындысынан, 2 тәулігіміз артық 20 сағаттан, 2 тәулік 2 сағат кем 52 сағаттан. 1 дециметр мен 3 сантиметрдің айырмасы кем 1 дециметр мен 3 сантиметрдің қосындысынан. 20 литр мен 14 литрдің айырмасы тең 19 литр мен 13 литрдің айырмасына. 100 килограммыз кем 38 центнер мен 62 центнердің қосындысына. 1-2 апта артық 2 тәуліктен. Ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Бізде ұзындықтың қай бірлігінің өлшеген қолайлы екенін жаз. Өз бойының ұзындығын немен өлшейміз? Яғни метр, сантиметр, мысалы сантиметрмен өлшейміз. Мысалы 165 сантиметр деп айтып жатамыз да, мысалы ол 1 метр 60 сантиметрге тең. Қаламның ұзындығын біздер сантиметрмен өлшейміз. Жүгіру жолының ұзындығын немен өлшейміз? Яғни метрмен өлшеуге болады, метрмен өлшеуге болады. Мәшинемен жүруге болатын екі ауылдың арасы осы бірліктермен өлшеген қолайлы ма? Әрине, бұл өлшем бірліктер оған сәйкес келмейді, оған ірі өлшем бірлік керек. Оны бұл өлшем бірліктермен өлшей алмаймыз екен. Келесі. Массының қай бірлігінің өлшем бірлігі қолайлы екенін жаздық. Бір қораптың қанттың массасын, яғни бұл жерде килограммен өлшейміз. Бір қап күріштің массасы, ол да жаңағы килограммен өлшенеді. Ал бір мәшине көмірдің массасын осы бірліктермен өлшеген қолайлы ма? Қалай ойлайсың дейді? Әрине, бір машинада біздер килограммен өлшей алмаймыз. Ол кезде ірі өлшем бірлік тонна деген кетеді. Келесі тапсырмаға қарай. Бүркіт 46 жыл тіршілік етеді. Жапалақ одан 31 жылдай аз дейді. Ал қарға жапалақтан 44 жылдай ұзақ жасайды. Қарға неше жыл тіршілік етеді? Бұл жерде бізде бүркіттің қанша жыл өмір сүретіні белгілі, жапалақтікі белгісіз. Жапалақты тауып аламыз. 46 мен 31-дің айырмасын табамыз, сол кезде 15-ге тең. Яғни жапалақтың өмір сүру тіршілік уақыты 15 жыл екен. Ал жапалақтан 44 жылдай ұзақ жасайтын ол қарға. Ендесе 15-ке 44-ті қосамыз, сол кезде 59 шықты. Қарға бізде 59 жыл тіршілік етеді екен. Міне осылай сұраққа жауап беретін боламыз. Құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта өткен материалдарды қайталадық, тапсырмаларды бірге орындадық. Сіздерге канал пайдалы болатын болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.